Сәлем жастар, бұл Еркеназ, келе жатқан жаңа жылдармен тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын. Бүгін сендермен Стивен Ковидің жасампаздардың 7 дағдысы кітабына шолу жасамақпын. Бұл кітапты Стивен Кови 1989 жылы жазған. Бұл кітап 3 миллионнан астам данасы сатылып, 40-тан астам тілге аударылыпты. Қазақ тіліне ұлттық бюро жасампаздардың 7 дағдысы деп аударса, ал жас кәсіпкерлердің одағы жетістікке жеткендердің 7 дағдысы деп аударыпты. Қазір бұл кітапты қазақ тілінде меломан жүйелерінен сатып алуға болады. Бұл кітап көшбасшылыққа және жеке тиімділікті арттыратын дағдылардың жиынтығы деп айтуға болады. Стивен Кови дағды ол қабілет, білім, тәжірибе және ниеттің қосындысы деп қарастырған екен. Ол осы тиімді адамдардың 7 дағдысына назар аударыпты. Бірінші дағды ол белсенді бол, проактивті бол дейді. Мысалы, кейбір адамдардың ойлау қабілетіне қарасаң, олар шағымдануды жақсы көреді екен. Мемлекетті кінәлағанды, мектепті, университет жүйесін кінәлап, өздерінің сондай жағдайда болады. Олар жамандауды, өсектеуді, шағымдануға өте бейім. Бұндай адамдар өздерінің өмірлеріне ешқандай жауапкершілік алғысы келмейді. Және бұндай адамдар менің оқырмандарым ішінде жоқ деп ойлаймын. Бұндай адамдарды Стивен Кови реактивті адамдар деп атапты. Ойлаудың екінші жолы ол проактивті, белсенді болған адамдар. Яғни, ондай адамдардың алдына бір мәселе келсе, олар ол мәселені шешудің жолдарын іздеп, күні бойы сондай ойда жүреді екен. Мысалы, шағымдану, осы әрекетсіздікті ақтау өте жеңіл, біздің миымыз ешқандай энергия кетірмейді. Ал алдарында тұрған бір мәселелерді шешудің шешімін іздеу біздің ми үшін өте көп энергияны қажет етеді. Мысалы, мен көріп жүргенім, жас студенттер университет бітіргенде кейбірлері түйіндемелерін HeadHunter'ға лақтырып, жай ғана ата-аналардың, туысқандарының көмегін күтіп отыра береді де, өздері мемлекетті кінәлап, жұмыс жоқ деп, осындай қиын жағдайда болады екен. Ал егер ол белсенді, проактивті ойланатын адамдар болса, олар не дейді? Олар өздерінің ұнаған компаниялардың кадр бөліміне түйіндемесін жібереді. Сол компанияның әртүрлі мәселелерін шешуге тырысады. Тіпті өздерінің жобаларын, не стартаптарын ашып, оған инвестиция іздеп басқа адамдарға тіпті жұмыс береді екен. Өз өмірімнен мысал, мен магистратураны оқып жүрген кезде РПП жобасымен айналыстым. Сол кезде енді жұмысты енді ғана бастайын деп жатқан жас маман, мен әлеуметтік желілерден Назарбаев университетінің технопаркінің директорына хат жазып, өзім жобам туралы айттым. Және ол кісіге менің жобамнан кейін мен бірінші жұмысымды Назарбаев университетінде бастадым. Және мен осы белсенді болғанның арқасында бұл жұмысты таптым деп ойлаймын. Жастар, сендерге де проактивті болуға шақырамын. Екінші дағды ол түпкі мақсатыңды жол басында анықта дейді. Осы қамшының қысқа сабындай өмірде біз қандай жетістікке жеткіміз келеді, қандай мақсаттарды алғымыз келеді, өміріміздің соңында қандай тұлға боламыз, сондай сұрақтарға жауап бердіңдер ме? Енді өте қорқынышты болса да, өздерінің жаназаларыңды елестетіп көріңдерші. Сендер туралы сен туысқандарың, жақындарың, достарың, өз отбасың не айтады? Қандай сен ата-ана болдың, қандай жолдас жұбайы болдың, қандай әріптес болдың, қандай дос болдың деп саған мінез-құлқың туралы не айтады? Не болмаса қандай жетістіктерге жетті деп. Соның бәрін қазірден бастап ойлансаңдар, өте тиімді болады деп ойлаймын. Және бұндай жаттауды кейін Робин Шарма Феррариді сатқан монах кітабында айтқан. Және көптеген бір коуч сессияларда қатысқандар осындай жаттығуды сендерге айтады екен. Енді бос уақыттарында ойланып көріңдер. Үшінші дағды
ең маңыздысын көзде. Әрине біздің өмірімізде маңызды нәрселер өте көп, бірақ соның ішінен басымдылығы бар. Отбасы және біздің денсаулығымыз өте маңызды деп ойлаймын. Ал қазіргі таңда отбасын мықты қылу үшін, қарым-қатынасымызды күшейту үшін, не болмаса денсаулығымызды жақсарту үшін не істеп жүрсіңдер? Осы күнделікті іс-әрекеттеріңді қарастырдыңдар ма? Егер іс-әрекеттерің мен сендердің ойлап жүрген маңызды заттарың бір-біріне сәйкес келмесе, енді не істеуге болады деп ойласаңдар. Өйткені біздің әлеуметтік желілерде өте контент өте көп. Біздің 24 сағат күндегі уақытымызды, назарымызды көп керегі жоқ, маңызды емес, ешқандай пайдасы жоқ заттар, контент өте көп. Сол біздің миымызды алады. Бірақ енді осындай дағдыны сендер қалыптастырсаңдар, күнделікті тек маңыздысын ғана ойлап, маңыздысына ғана назар аударасыңдар деп ойлаймын. Төртінші дағды ол тұлғааралық қарым-қатынасқа арналған мен ұттым, сен ұттың деген принцип. Мен ойымша, әр адамның ырзығы көп. Және жеңілген, жеңгендер деп бөлуге болмайды. Бізде жеңген-жеңілгендер ол тек мен ойымша олимпиада, конкурстарда ғана болады. Ол жерде міне бірінші орын, екінші орын деп бөлінеді. Ал біздің өзіміздің өмірімізде мен жеңсем, мен сәтті болсам, ол біреу жеңілді, біреу сәтсіз болды деген сөз емес. Мен табысты болсам, сен де табысты боласың. Ол табысты болса, мен де ауқатты бола аламын деген оймен жүру керек деп ойлаймын. Мен өзім көргенім, кейбір қызметкерлер өздерінің тәжірибесін, не білімін басқа жас мамандармен мысалы бөліскісі келмейді. Өйткені олар менің орнымды алады деп қорқуы мүмкін. Ал басқа типті адамдар, олар өздерінің тәжірибесін, білімін өте ашық бөлісіп, өздеріне сол қызметкерлерін мен өздерінің әріптестерін өзіне жақын тартады да, одан сайын өзінің табысты болуына ықпалын тигізеді екен. Жастар, сендер де сондай принципті қолдануларына шақырамын. Ал келесі 5-ші дағды, ол басқа адамның кейпінде бол, оны түсін, содан кейін барып қана өз ойыңды түсіндір дейді. Әр адамның өз шындығы бар. Мысалы, сендер өздерінің бір ойларыңды, не идеяларыңды басқаларға түсіндірулерің келсе, бірінші оған не маңызды, оның өмірінде қандай жағдайлар болды, неге ол осылай ойлайды деп бірінші түсінуге тырысу керек дейді. Тіпті әйгілі психологияда өз ойыңды басқаларға түсіндіру үшін бірінші ол кісінің іс-әрекетін, қимыл, сөздерін қайталап, содан кейін барып қана өз ойыңды айт дейді. 6-шы дағды синергия. Яғни 6 ала болса ауыздағы кетеді, 4 түгел болса төбедегі келеді. Қазір өздерінің ауқатты, әртүрлі табысқа жеткен адамдардың мысалдарын қарасаңдар, айналасында өте өзіне сенімді, бірлікте, ынтымақтаста жүрген азаматтарды көресің. Өйткені жетістікке жеткен адамдар, олар ешқашанда жалғыз емес. Олар ылғи да бірге қасында адамдарды жинап, тек бірге бірлікте ғана болып, үлкен биік жетістіктерге жете алады. Сондықтан жастар, ынтымақтастықта, бірлікте болу өздерінің де, өз елдерінің де табысқа жетуіне себеп тигізеді. 7-ші дағды ол қамшынды майлап жүр, аранды қайрап жүр. Яғни кез келген істі бастар алдында өздерін тек дайындықта болыңдар дейді. Табысқа жетер жолда үлкен дайындық керек. Және ол дайындықты мен ойымша мектеп кезінен, студент кезінен уақыт болғанда бастау керек. Мүмкін сендер қазір ағылшын тілін оқып жүрсіңдер, не болмаса басқа тілді оқып жатсыңдар. Әртүрлі программаларды үйреніп жүрсіңдер, не болмаса спортпен айналысып жатсыңдар. Не болмаса әртүрлі бизнестардың айналысып, кейбірлері сәтсіз болды. Және оның бәрін ойлайсыңдар, бұның бәрін мен не үшін істеймін, қандай пайдасы бар деп. Бірақ әрине өздерінің үлкен өмірге бастағанда, өздерінің істерінде ашқанда, бұл өздерінің барлық үйренген
қабілеттерін, білген тілдерінді, бүкіл тәжірибелерін өзіне пайдалы болады екен. Мен мысалы өз өмірімді ойласам, қазір міне француз компаниясында жұмыс істеп жүрмін да, айналамда басшыларым бәрі француз тілінде ғана сөйлейді. Мен ойлаймын, ой, мен мектеп кезінен сол француз тілін оқуға негіз салсам, қазір маған мүмкін жеңіл болушы еді деп. Бірақ мен енді ғана француз тілін оқуға бастадым. Ал мүмкін сіздерде әлі уақыт бар шығар, сол уақыттарыңыз болғанда оны тиімді қолданып қалыңыздар. Жастар, бүгін сіздермен жасампаз адамдардың 7 дағдысы кітабына шолу жасадық. Мақсатқа жету жолдарыңыз ашылсын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Мама, енді күнде күн шығады, үстің оң